Егер сіз орталық Азиядағы адам құқығын қорғаушы болсаңыз, мұны тыңдауыңыз керек. Сикот қазір бәрі айтып жүрген таңба, бірақ жақсы жағынан емес. Бұл жерде реформа туралы әңгімелер зорлық-зомбылықтың нақты оқиғаларымен қақтықсады. Қазақстан түрмелерді изгілендіріп, қылмысты қайта жасауды азайту үшін оңалтуға бағытталған реформалар жүргізіп жатырмыз дейді. Шенеуніктер БО-ның азаптаудың алдын алу жөніндегі органына жиынтық есеп жіберді. Бұл бір қадам. Бірақ бақылаушылар оған қарсы. 2022 жылдан кейінгі қамауға алулар зорлық-зомбылықпен өтті. Кейбір күзетшілер сотталды. Кейбір саяси белсенділер бірнеше жылға түрмеге жабылды. Жоғары деңгейдегі сот процестері мен түрмедегі суицидтер өзгерістердің жартыкеш өзгерістердің тұрақсыз өзгерістердің баяу екеніне күмән тудырады. Қорытындылай келе саясат өзгеруде, бірақ есеп берушілік және ашық тергеулер болуы керек. Әйтпесе, реформалар тек сөз болып қалады.